sabahımız başladı. Көңіл қалай? Сабаққа дайынсыз ба? Балалар, енді сабақты бастамас бұрын амандасу түрлері деген оймен ойлағым келді. Амандасу түрлері. Біз осыған дейін кубизм арқылы амандасу түрлерін жасаған болатынбыз. Есебінде болады? Енді қараңдар балалар, кезекпен бірінші қатар 2, 3, 4, 5, 6, 7 деп кезекпен. Бірінші отырғанда қолдарымды ұрып амандасамыз. Қайнекей, орнымыздан тұрамыз. Орнымыздан тұрамыз. Қолымыздан ұрып амандасамыз. Екінші барлықтан айнере қолымызды не істейміз? Үшінші сағаттан не істейміз? Қолымызбен жұдырықтасып амандасамыз. Ал бастаймыз. Бірінші бірді істейміз. Екіні істейміз. Үш істейміз. Бірді істейміз. Екіні істейміз. Үшті істейміз. Төртті істейміз. Үшті бірді істейміз. Бірді. Қалай істейміз? Екіні. Үшті. Жарайсыздар. Ал балалар, біз өткен тақырыпта қандай тақырып сабақ өткен болатынбыз? Біз кімнің мысалымен таныстық? Шонас Маханұлы. Шонас Маханұлы қай жылы дүниеге келіпті? Қол көтеріп жауап береміз. Келістік па? Енді балалар, біз осының Шонас Маханұлының қандай мысал неге оқуға бердім? Оқыдақты бөлге бөліп оқуға бердім, иә? Бірінші Каусар мен Нұрас оқиды. Бастасын. Ал басқаларымыз тыңдаймыз оқия. Ойбай, өзіңді жан екенсің, жақ жоқ. Сенің тоқуыңнан орман жаңғыр. Таңертең тұрамыз, басымыз бәлдіріп. Оның бұл ешім, тобын ешім, кешім мала. Мен болмаша мұнаны жоқ қылмайна оларды көріп, сонда ән шалғанымды Жарайсың, Каусар молодец. Нұрасың жарайсың. Аян мен Айсұлтан. Күзде тоқты, ойбырмай өзіңді, жан екенсің жақ жоқ. Сенің тоқуыңнан орман жаңғырып, таңертең тұрамыз, басымыз мәңгіріп. Бұғылмын дейсің, дымды білмейсің, киізің кеңді сыналар үшін болмастан, қыналар жоқ қылмайма орманыңды көрер ем сонда әнге салғаныңды. Құрт жеген соң гүліңді, жұрт неғылсын түніңді. Жарайсыздар. Жандыр мен Дамира тыныш. Бәріне сұрайын. Жарайсың, жаным, отырыңдар. Келесі Батырхан мен Айнер. Бәріне сұрайын балалар. Бәріне. Бұлбұлмын дейсің, дымды білмейсің, кезім келді сыналар, болмаш қыналар, жоқ қылмайма орманда жерер әнге салғаныңды. Айзерене Мағжан. Мен келесі барлығын шығарамын дедім, қолдарын түсір бәрі. Бастайын. Бұлбұлмын дейсің, дымды білмейсің, мен болмасам мынау жоқ болмай орманыңды көрер ем. Сонда әнге
sağlarında koca yürüyen sonu görüldü. Жұрттың не болсын өнімді. Oturumlar. Келесі бейбарыстың еркежан. Хадисіңізден шығасыңдар. Соны мен бәріне сұрайын дедім. Отырамын. Хамидке шығады. Хамид сосын мынау Кәусәрге шығасыздар. Соны сосын Әлисіне шығасыздар. Тездетеміз. Алпамыз тездетеміз. Ал бастан бері. Отырыңдар. Келесі біз Гаухарден сосын Әлисіне шығасыңдар. Кәусар. Кәусар мен Тайып. Ал Тұңғыш. Çok olmayma orman. Göreyim sonra. Отырамын. Отырыңдар. Келесі Әли мен Димаш. Тыныш. Қазір кім тыныштық сақтамайды, сол шықпайды. Және балалар демейді. Жан екенсің жақсы жоқ, сенің тоқуыңнан орман жаңғырып, таңертең тұрамыз басымыз мәңгіріп. Болын дейсің, доғды білмейсің, кетің сынауға, мен болмасын мұнылар, жоқ ма орманды, көрер ек сонда әңге саланды, қод жүрген соң көрінді, жоқ не ғой көрінді. Отырамын. Келесі Хайрула мен Айжұлдыз. Қалғандарыңнан қазір сабақ біткеннен кейін тағы да сұрап шығамын. Келесіз бе? Қалған оқушылардан сұрап шығамын. Күндікке тоқтық тұрмай ай өзіңді жан екенсің жағып сені тоқуыңнан орман жаңғырып таңертең тұрамыз басымыз аңдырып. Мен болған сыналар жоқ қимаймын орманды көреді. Мұнда әнде салғанда құт жеген соң өлең Жарайсыздар, отырыңдар. Балалар қалған оқушылардан міндетті түрде сабақтың соңында сұрап шығамын. Келісіп пе? Ал оқушы қалай отырады, маған көрсетіңдер. Балалар, енді бүгінгі біздің өтетін тақырыбымызды анықтап алу үшін ең алдымен жұмбақты шешейік. Мен оқимын, мұқият тыңдаймыз. Алдымда әр түрінен жібек шықты, аспанға әшекейлер кесте. Балалар, демек бүгінгі біздің өтетін тақырыбымыз кемпір қосақ тақырыбы. Балалар, енді бізге Айдос деген бала қонаққа келіпті. Айдостың сендерге сұрақтары бар. Кемпір қосақ туралы не білесіңдер? Оның неше түсі бар? Айтамыз. Қосақты жеті түсі бар. Сары, жасыл, қатты көк және отыра ғой. Кемпір қосақ туралы қандай басқа не білеміз? Кемпір қосақ деген ол жаңбырдың майда түстерінен күннің жарығынан пайда болатын Кім сөйлеп отыр? Пайда болатын. Демек, балалар, кемпір қосақ жаңбырдың несінен пайда болады? Жаңбырдың тамшылары мен күннің сәулесінен пайда
пайда болады екен. Тағы да айтатын расыл. Кемпір болсақта шудың бетін көмуге болады. Олар шудың бетін жанармай көшіп ол ішін түндеп кемпір болсақ Жоқ, кемпір болсақтың түсін көруімізге болады, иә. Егер судың бетіне нені құйсақ, жанармай, яғни қандай десе болады, май, машина көліктің майын білесіңдер ғой, иә балалар? Ондай көліктің майы судың бетіне тамызатын болса, оның түсі қандай түстер болады? Әртүрлі түске боялады екен. Айта ғой. ол сондай әртүрлі түсті өйткені оған топырақтың түсі қосылады, шөптің түстері қосылады. Солардан сондай Қарасыңдар. Қазір мен саған осы жерде қателестім. Балалар қараңдар. Кемпір болсақ, Кәусар, кемпір болсақ, аспандағы жаңбыр тамшылар бар ғой, иә балалар? Жаңбыр тамшысы жерге түседі. Сол жаңбыр тамшысына күн сәулесі түсу арқылы не істейді? Шағылысады екен. Сондықтан қандай не пайда болады екен? Әртүрлі түстер пайда болады екен. Оны біз қалай айтамыз? Кемпір болсақ деп айтамыз. мысалы телефонның жарық етіп үстіне қоп қойсам және соны бүйтіп бір суды құйып тұрса кемпір болсақты көруге болады. Немесе далаға шыққан жерге тамыз тұрса сол әртүрлі түстер болады. Әртүрлі түстер болады. Енді мұқият қараймыз. Жарайсыздар балалар. Балалар, біз бүгінгі сабақтарда сұрақтарға жауап береміз. Кемпір болсаққа қатысты сөздерді білеміз және оларды қолдануды үйренетін боламыз. Енді қараймыз балалар. Бүгін біз Мұзафар Әлімбайдың шығармасымен танысатын боламыз. Мұзафар Әлімбай 1923-2017 жылдар аралығында өмір сүрген көрнекті ақын, балалар жазушысы. 1923 жылы 29 қазанда Павлодар облысы Шарбақты ауданындағы Маралды ауылында дүниеге келген. Сендердің кітаптарыңда бұл жоқ, алайда мен қазір сабақтың соңында сұраймын. Ең бірінші жазған өлеңдері 15 жасында Қызылту газетінде жарық көрген екен. Біз бүгін Мұзафар Әлімбайдың өлеңімен таныс боламыз. Ол қай жылдар аралығында өмір сүріпті? 2017. Ол Мұзафар Әлімбай кім екен? Ақын, балалар жазушысы. Қай жерде дүниеге келіпті? Шарбақты ауданы Маралды ауылына дүниеге келіпті. Енді балалар қарайды. Мұзафар Әлімбаевтың бізге бүгін берген өлеңі қандай екен? Кемпір болсақ өлең берді. Тез барып келейін. Ал мұқият тыңдаймыз балалар. Кемпір болсақ өлең берді. Мен оқимын, мұқият тыңдаймыз. Қазір кез келгеніне жалғастыр деп айту мүмкін. Мағжан тыңдамай отыр. Тайыр алдыға қарай. Ал бастаймын. Кемпір болсақ, жаңбыр жауып басылды. Аспан шайдай ашылды, көкке қызыл жасылды, кемпір болсақ асылды. Мектебімнің тойдағы қақпасындай әдемі, мұң құбылып жайнады, қызықтырып әдейі. Құлпырғаны қызыға, 7 түрлі бояумен, бір кесегін үзіп ап, үйімде әкеп қоямын. Әттең бойым жетпейді, әттең бойым жетпейді. Бұл өлең не туралы екен? Кемпір болсақ туралы екен. Ал енді қайнекей бәріміз ішімізден бірге оқып шығамыз. Оқып біткенде қол көтереміз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ал балалар бүйтейік. Кезекпен оқиық. Келістік пе? Мен кез келген жерден жалғастыр деп айтамын. Бірінші Батырхан бастап. Жаңбыр жауып басылды, аспан шайда ашылды, көкте қызыл жасылды, кемпір болсақ асылды. Айжұлды жалғастыр. Мектебімнің тойдағы қақпасындай әдемі, мұң құбылып жайнады, қызықтырып әдейі. Сағат жалғастырады. Сағат кітапқа қарап отырған жоқпыз.
Жалғастырсақ. Құлпырғаны кесегі көзі бар. Бибарсыздар. Asfalt şayday açıldı. Köpke kızıl jasıldı. Kibir bozan asıldı. Ali. Мектебінің Тойдағы қапасында әдемі мұң болып жайнады. Қызықтырып қайралды қара. Мағжан жалғастыр. Құлпырған қызық жеті түрлі бойымен бір кеседі дұрыстан үйіне әкеп қояр майын. Айзере жалғастыр. Әттең. Әттең бойын жетпейді, әттең бойын жетпейді. Кемпір құрсақ. Кәусар жалғастыр. Марат Кәусар емес. Тоқтасыңыз. Құлпырған қызақ ары қарай жеті. Басынан бастаймыз. Хамид баста. Жаңбыр жауды басында, аспан шайдай ашылды. Көкке қызыл жазды, енді қолдан асылды. Айсұлтан. Мектеп үйдің тойдағы қақпасында әдемі мың болып жайнады, қызық тұрып әдейі. Гаухар. Құлпырғаны қызық ақ, жеті түрлі бояу біз кеседі нұзық ақ, үйіне әкеп қояр майын. Жаным. Басынан. Басынан. Жаңбыр жауып басылды, аспан шайдай ашылды. Көкке қызыл жазылды, кемпір құрсақ асылды. Еркежан. Мектебінің тойдағы қақпасында әдемі мұң болып жайнады, қызық тұрып әдейі. Аян. Құлпырғаны қызық ақ, жеті түрлі бояумен бір кесегін үзіп ап, үйіме әкеп қояр майын. Жарайсыздар. Балалар, демек өлең жолдары неге арналған екен? Кемпір қосаққа арналған екен. Кемпір қосақтың неше түсі бар екен? Жеті түсі бар екен, иә? Біз кемпір қосақты ұстай аламыз ба? Өйткені ол бұлттардың арасында. Жоқ, балалар, оны қолда ұстау мүмкін бе? Жоқ, себебі ол мысалы, қасына келдік. Бәрі оны бүйтіп ұстасаң, ол ауа ұстағандай болып тұрады. дұрыс айтасың. Ауаны ұстағандай болып тұрады екенсің. Жарайсыздар балалар. Енді үшінші тапсырмаға қарайық. 1, 2, 3. Оқшы қалай отырады? Үшінші тапсырмаға қарайық. Суретке сай өлең жолдарын тап түсіндір дейді. Бізге нені суреті беріп тұр балалар? Мектептің суреті. Кемпір қосақ бар балалар, кемпір қосақ. Кемпір қосақ алдын ал. Өлең жолдарында осы жолдарға, осы суретке сәйкес келетін жолдар таңдайықшы. Сұрақ айта отырып. Балалар, өлең жолдарын оқыдық қой, кемпір қосақ деген өлеңді оқыдық қой, дұрыс па? Сол кемпір қосақ деген өлеңнен мына суретке сай табамыз. Бейбарыс айта отырып. Жеті түрлі бояумен бір кесегін үзіп ап, үйіме әкеп қояр майын. Тағы да? Әттең бойым жетпейді, әттең бойым жетпейді. Жоқ, ол емес. Тағы да? Мектебінің тойдағы қақпасында әдемі мұң болып жайнады. Қызық, жарайсың, Али. Ал, тез барып келе қоялғамыз. Отырамыз бәріміз. Али тапты, балалар. Мектебінің тойдағы қақпасындай әдемі. Мектеп
туралы айтылған. Дұрыс айтасың. Ана суретте мектептің суреті. Дұрыс айтасың. Ана суретте мектептің суреті. Демек біздегі екінші шумағы бағанағы суретке сәйкес келе ме екен? Иә. Сәйкес келеді екен. Айт Бауыржаным. Күтке бүгін жасыңды кемпір болса асыл деймін. Сол кемпір болса мына асыл тұр. Кемпір болсақ. Дұрыс айтасың. Кемпір болсақтың да ар жақтағы өзіне кемпір болсақтың да несі бар? Суреті бар екен. Ал енді мұқия қараймыз балалар. Төртінші тапсырма. Өлеңнен кемпір болсаққа қатысты көркем сөздерді тауып айт дейді. Кемпір болсақты сипаттап тұрған сөздерді табайықшы. Жеті түрлі бояумен бояумен тағы да айтамын. Әдемі деген сөз бар тағы да құлпыра оқимыз. Құлпырады. Тағы да айта ғой. Көкте қызыл жасылды тағы да қандай бар? Демек балалар, қызық тірі әдейі. Қараңдар балалар. Бізде бағанағы кемпір болсақты көркемдеп тұрған көркем сөздер қандай екен? Әдемі. Көкте жасылды. Тағы да бояумен деген сөздер. Кемпір болсақты көрсе қызғаныстыр ма балалар? Оны ұстағымыз келеді, ұстап жақыннан көргіміз келеді. Алайда сендерге бір қызықты дерек айтайын. Кемпір болсаққа біз бұрын ойлайтынбыз. Кемпір болсақты көрсек, жанына барсақ жете аламыз деп, ал шын мәнісінде біз жақындаған сайын дұрыс айтасың. Демек, алыстай береді. Ал мұрасын айта ғой. Кемпір болсақты ұшақпен көрсек, ол домалақ болып көрінеді. Домалақ болып көрінеді. Тағы да айта ғой. Егер астана барысы, мысалы кемпір оны қауысты еліп көрінеді. Бірақ ол қатты астан оқысы сол қауын бойымен бірде болып тұрғанына үстінде тұрған сияқты деген тауып ішінде шығып, одан сен астап кеткендей болады. Дұрыс айтасың. Тағы да жалпы балалар, мысалға кемпір болсақты мен ана жерден көрдім дейік, ол жерге барып мен кемпір болсақты шығып тұрған жерінен ұстай аламын ба? Дұрыс айтасыңдар. Аспан бізден биік орналасқан, және мен барған сайын ол не істейді? Алыстайды. Өйткені табиғаттың сондай мысалы қызықтары бар. Қақшан, Айзере. Қайып. Ал енді алдыға қараймыз. Қайнеке, бәріміз бір сергіту сәтін жасайық. 4 құбылыс деген ойынды ойнаймыз. Бұл ойынның шарты мынандай. Су деген кезде қолдарымызды созамыз алдыға қарай. Ауа десе жоғары қарай қолымызды көтереміз. От десе айналдырамыз қолымызды. Ал жер десе қолымызды төмен түсіреміз. Келістік па? Ал бәріміз орнымыздан тұрамыз. Есіңдерді жадастыру үшін айтамын. Бірінші кезектен айтамын. Су, ауа, от, жер. Су. Абай көрсетмейсіз? Ауа, қазір көрсетпеймін. От, жер. Ал жадастырамын. Ал көрсетпеймін, бастайын. От, су, ауа, жер, су, жер, от, ауа. Абай кім соны істейді соны ойынан шығарасың? Ойынан шығарамын, оны келесі сабақта ойнаймыз. Қазір ал тездетіп айтамын, тездетіп жасаймыз. Ал 1, 2, 3. Су, ауа, от, жер. Жер, от, ауа, су. Жарайсыңдар, отырыңдар алдар. Ойын қызықты болды ма? Біз сергіп қалдық, Ал енді оқушы қалай отырады, маған көрсетіңдер. Жарайсыңдар балалар. Балалар, енді бізге 5-ші тапсырма берілді. 5-ші тапсырмаға мұқият қарайық. Үйренген сөздеріңді пайдаланып, кемпір болсақ деген сөзге әңгіме жазуымыз керек. Кемпір болсаққа әңгіме жазуымыз керек. 1, 2, 3.
жаңбыр, жауғанда демейді. Жаңбыр жауды. Аспанда не шықты? Жоқ, кемпір босақ емес. Кемпір босақтан не шықты? Қараңдар, егер жаңбыр келіп дұрыс емес. Қайынки, мен бірінші тыңдаймын. Егер бірінші жауды артынан күн шықпаса босақ пайда бола ма? Аспанда жаңбыр жауды. Аспанда күн шықты. Кемпір босақ пайда болды. Ол жерде түскен тұрады. Қайынки, дәптерімізді ашамыз бәріміз. Дәптерімізді ашамыз. Сөйлемейміз. Кім сөйлейді? Балын кемітеді. Мен басында ескертіп айтқан болатынмын. Кім артқа қарайды, соңында бал кемейді. Қай естеңіз жатыр? Ал жаңбыр не істеді? Жауды. Жаңбыр жауды. Аспанда не шығады? Аспанда күн шықты. Кемпір босақ пайда болды. Ол жеті түстен тұрады. Ал қанеки бәріміз жазамыз. Жарайсың, Каусар. Кім болды? Сол болды деп айтпаймыз, жай ғана қол көтереміз, иә? Жарайсың, Каусар, Нұрасыл, Әли, Райым. Ya, молодец. Қолдарын түсіре берме. Болғандарын қолдарын түсіре берме. Аха. Ал. Болды ба балалар? Ал енді бәріміз тақтаға мұқият қарайық. Балалар, біз осыған дейін зығылдауық деген ойын ойнаған болатын. Бүгінгі сабақ бойынша сұрақтар қойылады. Сол сұрақтарға жауап береміз. Келісіп па? Кім апай дейді? Мен одан сұрамайын. 3 қатар болып жарысайық. Келісіп па? Бірінші қатар, екінші қатар, үшінші қатар. Қазір бірінші қатардан бірінші сұраққа Мейіржан жауап берсін. Мейіржан себебі сабаққа қатыспай отыр. Ал Мейіржан, кемпір қосақ қалай пайда болады? Тыныш, айтпасынан үндемейміз. Жаңбырдан ғана пайда бола ма? Жоқ. Толықтырамыз, бірінші қатар көмектесеміз өзіне. Батырхан, жаңбырдан және күннен пайда болады. Күн сәулесінен пайда болады. Екінші топ, екінші сұраққа Хайрулла жауап береді. Хайрулла, кемпір қосақ өлеңін жазған кім? Бүгін ғана өтті. Мұзафар? Әлім? Бар. Я отырауы. Келесі Дамиля жауап береді. Дамиля жауап береді. Дамиля, түнде жаңбыр жауып біткен соң біз кемпір қосақты көре аламыз ба? Жоқ. Тыныш, жоқ. Себебі не үшін көре алмаймыз? Өйткені күн қараңғы. Келесі бірінші
сұрақтардан Аймере жауап береді. Тыныш. Аймере жауап береді. Кемпір болсақта неше түс болады? 7 түс. Қандай түстер? Тыныш. Қызыл. Қызыл сары. Күлгін. Отыра ғой. Келесі сұраққа Айша жауап береді. Айша, бір жылда неше мезгіл бар? Тыныш. Төрт мезгіл бар, иә? Қандай? Қыс, көктем, жаз, соңғы сұраққа Хамидтер жауап береді. Хамид жауап берсін. Тыныш. Кемпір болсақты жылдың қай мезгілінде көп көруімізге болады? Тыныш. Күз, тағы да көктем. Себебі көктем мезгілінде айта ғой. Жазда да қатты көп емес, бірақ көбінесе қай мезгілде? Көктем мен күзде, себебі күндіз дейді. Ал балалар, енді есендерге мынандай қағаз таратып беремін. Бағдаштан деген ойынды ойнаймыз. Кім сөйлейді, балын кемітеді? Хамид, алды қара. Кім тәртіп бұзады? Екеуге. Ал 1, 2, 3 оқушы қалай отырады? Алпамыс оқушы қалай отырады? Есендерге мынандай бағдаршамның суретін таратып беремін, иә? Астына міндетті түрде атымызды жазамыз. Және қараңдар, егер сабақ ұнаса, жасыл түспен бояймыз. Ал егер сабақта сұрақтарың болса, ұнамаған жерлері болса, онда сары түспен бояймыз. Ал егер сабақтан мүлдем түсінбесеңдер, онда қызыл түспен бояймыз. Келісіп пе? Міндетті түрде аты жөнімізді жазамыз. Жоқ, біреуіне ғана боясыңдар. Аты жөнімізді міндетті түрде жазамыз. Және балалар, егер ұнаған түсі болса, сол ұнаған түсі жазып береміз. Мысалы, сенекі ойын ұнауы мүмкін. Қандай заттар ұнауы мүмкін? Ал енді басымызды бәріміз бір көтерейік. Басымызды бір көтереміз. 1, 2, 3. Үйге кемпір қосақ деген өлеңді оқыдық қой. Сол өлеңді бәнелеп оқып келуге беремін. Бәнелеп оқып келуге беремін. Сабақ аяқталды. Маған қағазды жинап жанны тайын жинап береді.